ашынғанда шығады ащы дауыс дейді. Осындай қарапайым халықтың мұң-мұқтажын қара қылды қақ жарып айтатын, қазақ десе қабырғасы қайысып, қазақ десе ішкенасын жерге қоятын жігіттердің бірімін. Сол жаның ашиды мына қазақтың мүшкіл жағдайына. Ұлан қайыр жері бар, асты үсті байлық, баяғы Шерхан Мұртаз айтқандай, алтын сандықтың үстінде тыржалаңаш отырмыз да. Соған мен күйінем, ашынам. Референдум нетеңін тырқылдайды көтенің. Бұл референдум емес. Қарап, зиялы қауым өкілдерінің өзі қашан өтетін, 5 маусым өтетін, референдум өтетін білмейді. Хабары жоқ. Өйткені билік өзі шешеді дейді. Билік өзін баяғыда шешіп қойған оны былай қарасаң. Анау аузын буған өгізде үндемейтін депутаттар, сенаттар отырып шешіп қойған баяғыда қол көтеріп. Көкеме, енді адам деген қазақта сөз бар. Қысыр әңгімені айтуды доғару керек. Туатын әңгіме айту керек қой, туатын. Қысыр әңгіме кімге керек? Езіп біз шаршадық. Мен ондай жиналыстардың 999-ына қатыстым. Езіп ескі әңгімені, болмайтын әңгімені айта бердің, доғару керек. Көкірек көзіңді аш. Төрткүл дүние өзгеріп жатыр. Әлем өзгеріп жатыр. Төрткүл дүние мүлдем басқа технология, IT-лерді қара, BBC-ді қара, CNN, BBC, New York Times, Washington Post-ты тыңдаңдар, оқыңдар. Қағылшынша үйрен. Көргіл дүниеге басқа көзбен қараңдар. Көкем-ау, қазағым ояншы айналайын. 100 жыл болды ғой, Міржақып Дулатов айтып кетеді, оян қазақ деп.